gördün Karatay ne gördün Keynine karabey şegindin Dört ayakla bey tebindin Ne gördün Karatay ne gördün Dastanlarımız вакыялардын шебер баянлануы менен, сөзлөрдүн өткүр таасирге ээ болуу менен баһалуу дөретпе болуп эсептелет. Ата-бабаларымыздын өтмүштөгү жыйнап тергени, бийик этип курганы, авлиятларга алтын мирас этип калдырганы сөз байлыгы эди. Сөзлөрдүн кудуретлүү күчү сонда эсткен кулакка жагымлы, рухий көтериңкиликке ээ, инсанларды жигерликке тарбиялайтын, ядыңда сакланып калатын гауһар сөзлөр болду. Сонун ушундай асырлар давамында жырау баксыларыбыз һәм каты кулак, шешен адамлар тарапынан бүгүнкү күнгө жетип келген. Биз өткен көрсөтүүлөрүбүздө Алпамыс дастанынын келип чыгуу тарыхы хакында сөз эткен едик. Негизинде бул дастан аткаруучулар тарапынан кең түрдө таркалып, көпчүлүк калктардын ортак дастанына айланган. Һәр бир калк өзүнө тан вакыялары менен баянлаган. Бул дастанның Каракалпак версиясында образлардын бір-бири менен байланышуы, жыраулардын шеберлиги тикарында өз алдына тарифленеді. Модам жортқаның өрмеді, құлақтан аққаның термеді. Келгелер бізден әй зормеді, не көрдің, Қаратай, не көрдің. Salamat bol, salamat. Bizning жаңылай берсін денім. Salamat аяқ жырлаған бұл эпизод. Dastanды білетілерге хәдегеннен ядына түсті. Бұл Гүлпашынның кіміңді аға демеймен, кіміңді іні демеймен, кіміңді би демеймен, кіміңді қан демеймен, аты озғанға тиемен деп, Алпамыстың түбінде бір келер деп, Алпамыстың келуінен үміт етіп, өзін басын ат байраққа тігіп, со ат байрақ бойынша қанда, қаражанда, со атларын сейсілеп, тойға таялық көріп атқан пайдынан, қаражанда міне осындай қиялға беріліп, со 5-6 күн тауға шығайын, таудың қиядасына барайын, табан жолға ешбір адам өткермей, со жерде атымды бақылайын, сейсілейін, менде байраққа ат қосайын деп қиялланып, со сейсілеп атқан уағында атын, таудың қиядасында жатқан уағында алыстан кетірған бір дүбірді естіп, сескеніп, ұшып тұрып, бұл не дүбір? Дос па? Дұспан ба? Дұспан болса, айқасқа таялайын, дос болса да бұл мұна табан жолдан кіріспейін. Дастанның әр бір сөзі халқылық сөз, халық, фразеологизм, тұрақыл сөз жүзбегін айылып кеткен. Біздер айтылар, табан жолға тарыспа деп. Бұл табан жол әпуай жол емес. Бұл табан жол соқ Қаражанның Алпамысты күтейіп атқан жері таудың қиядасында. Басқа өтетін жер жоқ, тек кішкене ғана қыслақ бар, сол қыснақтан өтетін жерде со табан жол деген атамасы соны халықтың ұғымына әзір табан жолға тарысып деген ұғым сондан сіңіп кеткен. Сол дастаннан кірген ұғым, тұрақылып, фразеологизмге айланып кеткен. Міне сол табан жолда жатырып, күтіп атқан уағында жаңа айтқанымыздай алыстан Байшуардың дүбір екенін еле білмейді бұл. Бір дүбір келді, бірақ тұлпардың дүбір екен, әней дүбір емес екенін сезіп тұрды. Бір күн өтті арадан, 2 күн өтеді арадан, 3 күн өтеді арадан. Сірә келетін жау жоқ, дос жоқ, дұшпан жоқ. 6 күн дегенде Байшуардың дүбір анықлап, естіліп, сол дүбірді есткен Қаражанның қараты да алға шаппайды. Кейін серпіліп, Шұбардың, Батырдың атынан батырлық қасиеттерінен сескеніп, Батырдың тұлпары да жеде бір алғыл тұлпар екен, ат да болса қаратам сезіп Қаражанның. Кейін шегініп, алға баспай тұрған уағында, қазір ғана жырлады, сұп айтты. Алдыңда жолбарыс жатыр ма, келгендер бізден батыр ма, не көрдің қанат, не көрдің деп жырлап тұрған жер.
Әне осы жерден дастанның идеясы басылады. Қаражанның табан жолда Алпамысты күтіп атқан жерінен, яғни Алпамыстың сол қалмақ жұртына кеткен, өзінің бөлініп кеткен елді біріктіру үшін келтірген дәстепкі атлансының бір пайтус. Міне осы жерден дастанның ұлы идеясы басылады. Алпамыс дастанды жыраулар жүдә шеберлікпенен атқарған. Себебі дастан бастан ақырына шекем мазмұны терең, бай сөзлік құрамға ие. Ал уақиялардың рауажлануы образларды көркемлеп барады. Дастан әр бір халықтың тілінде, әр қилы мазмұнда сөз етіледі. Батыр образы һәм әтрапындағы басқа да уақиялардың шиеленісуі өз шешімін табуы менен сөз ұйқасығы ізбе-ізлікте шеберлікпенен ұласып бара береді. Өзі бұрыннан кетірген дәстүр бар. Уәжге тұру деген. Шешелер, шайырлар, басқа сөзге ділі бар адамлар, жауаби адамлар бұл сөзге тұрған. Уәжге тұрған. Ал батырлар бұл батырлыққа тұрған. Кімнің батырлығы ұлы болса, оны тән алған, қол алысқан, қол беріскен. Міне білесіздер, бұрыннан кетірген күрес дәстүрі бар. Қол алысып кетеді. Жығылды ма, жықты ма, екі палуан бір-бірімен қол алысып, құшақласып кетеді. Бұл не? Бұл мәртілікті танылу, батырлықты тән алу. Осындай Қаражан Алпамыстың батырлығын тән алып, дос болса арзитығын бірлікке, онам себебі екеуі екі елдің тілі басқа, діні басқа болғанменен екі үлкен ұлыстың, халықтың, миллеттің, былайынша айтқанда мемлекеттің батырлары. Екеуі екі мемлекеттің, халықтың батырының типік образы. Мінесе осы екі батыр бір-бірінің батырлығын біріншіден тән алса, екіншіден оларды бірлестіріп тұрған ұлы нәрсе өз халқының әрқайсының, әрбірі өз халқының ғаресіздігі үшін, еркіндігі үшін, бірлігі үшін күрескен адамдар. Бұл бірлік, еркіндік идеясы бүткіл адамзатқа жат идея емес. Әмме адамзат еркіндік үшін ұшқан құсқа да, жуырған киікке де адам түгі еркіндік керек, ғаресіздік керек. Осы үлкен идея көкіректерінде болғаннан сол идеяларының бірлігі, мақсатларының бірлігі оларды екінші тараптан және де достығын бекемдеді. Міне осындан болса керек, дастанда бұл идея жүдә көкке көтеріліп, тек қана бір қарақалпақ версиясында ма? Емес, барлық милли версияларда. Мейлі ол өзбек версиясы ма? Ол мейлі қазақ версиясы ма Алпамыс дастанының? Башқұрт версиясы ма? Татар версиясы ма? Алтай халықтары версиясы ма? Әзербайжан версиясы ма? Қайсы формасында болсын? Мейлі әзіргідей ұлы эпос формасындағы Қоңырат версиясы ма? Міне, өзбеклердің, қарақалпақтардың, қазақлардың арасында пайда болған қалыптасқан. Мейлі Алтай халықтарындағы ертеклік форма, қалеген форма болында жаратылуына қарамастан, дастан идеясы жағынан осы үлкен идеяны көтеруіменен, барлығында осы идеяның, осы сюжетлік өзектің, ата сюжеттің сақланып қалуыменен, осы басыл идеяның сақлануыменен бір деректен шыққанлығын көрсетеді. Дастанда халықтың үрп-әдет дәстүрлері, миллилігімізге тән құбылыстары жүдә көп. Соның менен бірге ватан түсінігі, тынышлықты сүю идеясы басылы орында тұрады. Әр бір сюжеттің терең пікірлер менен баянлануы, образлардың шебер суретленуі, дастанның мазмұн мағынасын байтып барады. Алпамыс дастаны түркі халықтардың Қоңырат ұлысына біріккен уақытындағы. Әмме дастанлар, көпшілік эпостық шығармалар біздегі әсіресе. Бұл тайпалық, ұлыстық эпостар, ұру қауымлық дәуірлердің көрінісі. Сол белгілі бір ұлыслар пайда болған қалыптасқан дәуірде дөрегерлігінен дерек беріп тұрады. Қоңырат ұлысын басындағы айтқанбыз, Қоңырат деген ұруда деп. Арқақыл деген ұруда, Қоңырат деген елінде, Қарақалпақ халқында деп басылады. Бұл өзі ақ дастанның Қоңырат ұлысы дәуірінде дөрегелген. Демек,
осы Қоңырат ұлысы дәуірінде көпшілік түрки халқылар түрк қағанатылығынан кейін Қоңырат ұлысына біріккенлігін, қазіргі түрки халқыларда жасап жатқан ұры қауымдардың барлығы дерлік осы Қоңырат ұлысының әтрafында ту көтергенлігін, онан кейінгі дәуірлерде айтайық міне Қыпшақлар дәуірі, Қыпшақлар дәуіріне көбірек Қобылан дастаны айтамыз Қыпшақлар дәуірінің мирасы деп. Онан кейінгі дәуірлерде міне Алтын Ноғайлы дәуірлерінде Едіге дастаны, бұлар Маңғытлар ұлысы дәуірінде пайда болған ұлыстар. Міне бұлардың барлығы түрки халқылардың бір ұрылық қауымдық бірлеспелерде жасағанлығын, түбі бір халық болғанлығын, сондықтан да бұл дасталарда осы халқылардың бірлігі, осы халқылардың тарихи тағдырлері бір-бірімен қатынасы әйемгі деректері сақланғанлығы. Енді дастанда бұндан басқа да дәлелейтін генейсін бір деректен келіп шыққанлығын, соншынан 8 версияда да бір идеяны жылғанатын, бір ата сюжеттің болатындығын көп қана мысалдармен дәлелдеуге болады. Айтайық, осы дастанда біздің түркі халқылар ерте дәуірлерде өзлері жасаған мына түркі халқылардың бұрынғы һәм әзіргі жасаған мәканларының барлығын ол мейлі өзбек халқыма, ол мейлі қарақалпақ халқыма, ол мейлі қазақ халқыма, мейлі башқұр ма, татар ма, өздерінің отаны деп түсінген, өздерінің аймағы деп түсінген. Олар құрған жаңағы айтылған ұлыстық дәуірлерде түрки қағанатшылық дәуірінен бастап, Архон енесейлерден бастап айтатын болсақ, сол түрк қағанатылығынан бастап барлық ұрылық қауымдық бірлеспелерді бірге құрған, бірге мемлекет түзген, осылардың барлығын өздерінің мемлекетшілік деген. Сол ұлыстар жасаған аймақлардың барлығын өздерінің аймағы деп түсінген, өздерінің отаны деп түсінген. Мына сол Алпамыстың Қарақалпақ белшесіне сес алатын болсақ, бұл айқын дастанда мынандай қатарлар бар, білесіздер, әзір Саламат Жырлабан берер. Ар жағы Түркістан, бер жағы Қоқан. Хәзіретін мәкан басқан жерлер. Ол Түркістан ба, Қоқан ба, барлығы бір отан, бір түрки отан деп түсінген. Ертеде түрки халқылар. Міне осы идеялар бір отан түсінігі, бір мемлекет түсінігі, олардың бір аймақ түсінігі, олардың милли бірлігі, милли мемлекетшілігі, милли қарайшылық үшін күреслері осындай қатарларда жүдә жарқын сәулелерін тапқан. Міне қазір бұның саламатжан сіздің аттарыңызды осы жерлерді және бір тыңдап көрсек. Мархамат. At boluptum yenney küldün tayları Koyun satıp kozu kılar bayları Arşağı Türkistan, bir şağı Kokan Hasretimden kadimay urgan şayları Törtünde gavhar tuğan ayyedim Arslanım kelerdi kevlüm jayyedim Telin bolsa söyle Vey bir bayşı var Men ketkende kısıragay Yemgen tayyede Moynunda sulu ve kara jalın var
көрінесің қарай жанның астында. Үстіңдегі жалғыз ағай қайда жануар? Рахмет, сау бол, Саламатжан. Қазір ғана Саламатжанның айтқан үзінді тексті бұл баба ата сюжетлік мотивлердің бірі. Бұл мотив, яғни Гүлбаршынның байрақтан Байшыбардың озуын күтіп, үстінде Алпамыстың болын күтіп тұрған, үлкен әрманменен тұрған уағында Байшыбардың үстінде Қаражанның театрғанын көріп, әжепленуі, сөйтіп толғанысқа беріліп, осы қатарларды айтып сөйлеп тұрған уағы. Осы мазмұн, осы мотив сюжетлік. Хәмме версияларды, жаңа біз айтқан барлық версияларда бар. Бірақ бұл берілу жағынан, көркемлеп берілу жағынан, миллилікті берілу жағынан, милли психологияны сіңдіру жағынан әр мотив өзінше. Мәселен, бағанағы айтқан ар жағы Түркістан, бер жағы Қоқан деген жайлар, Хазіреттің мәкан басқан жайлар, Ат-Толыпты, Миянкөлдің тайлары деген қатарлар, бұлар көбірек Қарақалпақ ұғымына, Қарақалпақ халқының ұғымына, милли менталитетіне, милли түсінігіне, милли этникалық түсінігіне, милли аймақлық түсінігіне жақын. Неге дегенде, Қарақалпақлар Түркістанды басқа халықтарға қарағанда ата жұрты Түркістан дейді. Женжіраудың айтқанда ата жұрты Түркістан деп айтқанындай, әмме Қарақалпақлар, әсіресе Сырдария Қарақалпақлары Түркістанды өздерінің ата жұрты деп түсінген. Әзірге дейін түсінеміз, солай түсінеміз. Миянкөлді өздеріміздің Қарақалпақлардың бір аймағы, көпшілік Қарақалпақлардың мәкан басқан жерлері деп түсінеді. Сол үшін осындай жағынан милли психологияны, милли өзекті беру жағынан олар бір-бірімен парқ етіп тұрады. Бұндай парқ, өзгешеліктер, бұны ілімде өзгешелік, типологиялық салыстыру метод арқылы іздетілуге болады, көруге болады. Бұндай жерлер жүдә орындар, эпизодлар көп, мотивлер көп, бір-бірімен парқ қылатығын эпизодлар бар. Бұларды әлбетте бір көрсетуде айтып өту қиын. Дастандағы қосып қатарларынан басқа қара сөзлер де ырғақ пене ұйқасып, бір-біріне байланысып отырады. Соның ұшында жыраулар қара сөзді баянлаған уақытта образға кіріп, айрықша әуіш бенен йошланып, поэтикалық баяллау менен жырлаған. Бұл дастан жүда шеберлік пенен дөретілген оллы шығарма болып есапланады.